Саламатсыздар балалар, біз бүгінгі сабағымыз митоз, оның фазалары. Біз өткен сабақта митоздың интерфаза кезеңі, дайындық кезең туралы өткенбіз. Осы дайындық кезеңде Ж1, С және Ж2 кезеңменен 12-ден 24 сағаттың аралығында митоз бөлінуге дайындық кезеңі интерфаза жүріледі дедік. Енді митоз бөлінудің сома жасушалардың бөлінуі, бұл жерде сома жасушалардың бөліну болғандықтан бұл адам ағзасы және көп жасушалы жануарлардың бөліну үдерісі, өсу, даму барлығы осы митоз арқылы жүріледі. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде адамның бүкіл жаңағы ағза мүшелері, осы мүшелердің бәрі өсіп даму үдерісі митоз бөліну арқылы жүріледі. Митоз бөлінуіміз жаңағы интерфаза сатысы сияқты ұзақ уақыт жүрмейді, 1-2 сағаттың аралығында осы парафаза, метафаза, анафаза, телефаза фазалары жүріледі. Енді соған жеке тоқталайық. Жалпы митоз дегенімізді біз сома жасушалардың бөлінуі дедік. Аналық жасушадан 2 жасуша пайда болу үдерісі. Енді осы мына жерде жаңа айтып кеткендей тері, бидай, тағы басқа біздің жақсы білетін кесірткенің құйрығы ұстап қалғанда үзіліп түседі, және ол қайта қалпына келеді. Оның негізгі себебі митоз бөлінудің нәтижесінде екен. Митоз бөлінудің енді фазаларына жеке-жеке тоқталайық. Бірінші фазасы парафаза кезеңі. Парафаза кезеңде ядра жіңішке жіпшелері пайда болады. Ол жіпшелер хромосомалар, парафазада олардың ширатылады және қысқарып жуандай бастайды. Парафаза хромосомалар цитоплазмада еркін орналасатын, өздеріңіз көріп тұрғандай. Келесі фазасы метафаза. Метафаза хромосомалар бір сызықтың бойымен, ретіменен орналасқан, міне сіздер көріп тұрсыздар, хромосомалар метафаза пластинкаларын түзеді және әрбір хромосом өзінің орталық центромерменен бөліну ұршығының жіпшелеріне бекінеді. Жіпшелеріне бекінген көріп тұрсыздар. Хромосоманың хроматидтер бір-бірінен бөлініп оқшаулана бастайды. Келесі анафаза кезең. Анафаза кезеңде хроматидтер жас хромосомалар жасушаның полюстеріне қарай ажыратылады міне. Хромосомалардың экватордың полюстеріне қарай жылжу хромосомалардың бекінген ұршығының жіпшелері арқылы жүзеге асады. Мына жіпшелері арқылы жүзеге асады. Олар жеріліп, жас хромосомалардың жасушасының полюстеріне қарай созады. Хромосомалар жылжығанда атефтің энергиясы жұмсалады. Бұл жерде жұмыс жасалып жатыр, сондықтан қозғалыс кезінде энергия жұмсалатынын біз жақсы білеміз. Келесі ең соңғы сатысы телефаза кезең. Міне телефаза кезеңде жасуша полюстеріне жақындап келген хромосомалардың бұрынғы дұрыс пішін жоғалтып ширатыла бастайды. Олар ширатыла келіп, тағы да ұзын жіпшелерге айланады. Бұның өзі қайтадан бір-бірін оралып жатқан ұзын жіпшелер пішініне келеді. Жаңадан ядра қабықшасы түзіледі, ядра шыққы қалыптасады және ядраның интерфазадағы құрылысына тән қасиет толық қалпына келеді. Бүкіл телефаза бойынша цитоплазма бөлінеді. Соңында нәтижесінде 2 жасуша бір-бірінен ажырап кетеді. Бұл жасуша құрылысы жағынан аналық жасушаға ұқсас болып келеді. Себебі мына жердегі бір жасушамыз 2-ге бөлінгендіктен. Хромосомалар жиынтығы бұл жерде диплоид болады.
Енді балалар жаңа қарап отырғандай, біз интерфаза кезеңіндегі жаңағы G2-ден бастап митоз бөліну үдерісі басталып, парафаза, метафаза, анафаза, телефаза менен екі жасуша түзілді. Енді осы диплоид жиынтығы бар екі жасушамыз қайтадан интерфаза кезіндегі G1 менен басталып, ары қарата митоздың бөліну үдерісі жалғаса береді. Осы митоздың биологиялық маңызына тоқталсақ, бірінші, митоз процесс жасушаның өсу және дамуға ең маңызды рөл атқарады. Екінші, аналық жасушадағы генетикалық материал жаңа жасушаларға тең қасиет бөлінеді. Және үшінші, жаңа жасушалардың хромосомалар аналық жасушаларында хромосомалардың санына сәйкес келеді. Себебі диплоид жиынтығы бар хромосом, соңында екі аналық жасуша түзілген кезде де диплоид жиынтығы бар болады. Егер де митоз процесс бұзылса, хромосомалардың санының ауытқуы болады. Оның әсерінен хромосомалардың саны не артады, не кемейді. Бұл хромосомалардың санының ауытқуы менен кемуі мутацияға келіп соқтырады. Мутация деген ұғымды біз жоғары сыныптарға барғанда одан да толықтырып өтетін боламыз. Балалар, сау болыңыздар, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.